Мен тек күшті қылып видеоға түсіремін, сыртынан айтып жатқан. Біздің группада ең алғаш ұнаған қыз Жоқ, күндер сөйтіп жатқан жоқпын. Қайтып отырам. Болды. Бір ма, басталды ма? Сәлем достар. Мен Албакирова Арай. Бұл 22. Мен колледж кезінде осы 4 жыл бойында белсенді, жақсы, үлгілі студент болдым деп ойлаймын. Ерке студент болдым деп ойлаймын. Мен группаға 1 сентябрьде емес, 2 сентябрьде келдім. 2 қыркүйекте. Сол кезде мен кіріп келген кезде маған ең алғаш ұнаған қыз, честно айтам, қасындағы қыз деп айтпаңдар. Ол Ақнұр түгін, өйткені ол артта отырды, жоқ, алдыда отырды, ойым, Наргиздің қасында отырды. Сол кезде маған жарқырап күшті болып көрінгендігін, сол сондай мінезі ашық, бәрімен күшті араласатыны көрініп тұр сыртынан. Енді мен қазір сендерге күшті не айтайын, секретімді айтайын. Мен 4 жыл бойы куратормен вообще ұрыспаған адаммын. 4 жыл бойы апай деп келген адаммын ғой. Енді сөйтіп Құдай қалса осылай бітірем деп жүрген адаммын ғой. Еще 4-ші курсқа келем, осы еще 2-ші семестрде бітірейін деп жатқан кезімде апаймен бір кішігірім конфликт болып қалады. Апай тұрады да, сенің орныңда болсам жылайтын едім дейді. Ал мен ол сөзді айтам апайға, мен жылағым келмейді деп айтам, артта тұрып. Сосын апай оны дұрыс естімей қалады, куратор апай осы видеоны қарап алыңыз. Куратор апай осы видеоны қарап алыңыз. Мен оны дұрыс естіген, куратор оны дұрыс естіген жоқ та, сен емес мен жылататын, деп маған айқайлап береді, бүкіл студенттің көзінше. Сол кезде куратормен қатты ұрысып қалғанымыз бар. Ал одан кейін вообще ұрыспадық апаймен. Колледждегі менің әр күнім қызықты өтеді, өйткені уже бітіретін болғандықтан күшті ыстық естеліктер әр бұрышы ұнап жатыр. Әр апай, даже маған ұрысқан апайлардың бәрі ұнап жатыр. Енді колледждегі ыстық естеліктерім 2024 жыл үздігі, жылдың жұлдызды студент атанған кезім, ең қызықты сәт, есімнен кетпейтін сәт. Колледж ауласында ондай ситуация менде болған жоқ, бірақ мектепте практика барысында ондай ситуациялар жиі болады. Сол 1-ші класс апайымен қырылып қалған, ұрысып қалған кезім шығар практикада. Онда колледжде қандай болды? Мен колледжде ең қызықсыз сәттерім 5 минутқа кешігіп кеп не алғаным, эмба алып, оны түсініктеме жаздырып сөйткен кезім. Қызықсыз мен үшін. Ұнамайды сондайлар. Біз минут қой, енді комсомол ғой, түсінуге болады ғой. Практика менде осы 4 жыл бойына 3 мектепке бардық ба. 3 мектепте барлығы күшті болды, бірақ осы 101-де 1-ші барған апайым, 1-ші барған классым барлығы әдемі, бірақ 2-ші практикада, 2-ші кезеңінде 1-ші сыныпқа бір мінезі қатал апайға түсіп қалғаным бар. Сол кісіге мен 22 мартта, 8 мартта күшті ғып тәрбие сағатын бәрін ұйымдастырдым, бірақ ол кісіге ештеңе жақпайды. Сол үшін мен істеген ісімді ұнатпаған үшін маған да ол кісі жақпайды. Кураторға сол алдында апай сіз мені дұрыс естіген жоқсыз деп айтқанда да жоқ, мен естіп тұрмын бәрін деп апай маған сол кезде ренжіген. Сол ренжімеңіз деп айтам. Кураторға да группаластарыма да үлкен алғысымды білдіремін, өйткені енді өміріміздегі 1-ші куратор ғой, өмірімде 1-ші группаластарым. Бұдан кейін де мен универге түсетін болсам, Құдай қалап, бұндай группаластар табам деп айта алмаймын. 30 түрлі. Жоқ, жеке айтам болды. Кураторға, енді менің өмірімдегі 1-ші куратор ғой, сол себепті мен кураторға үлкен алғысымды айтам. Апай деп бір звондасам болды, ешқандай өтінішімді жерге қалдырмаған кісі. Апай, мен сізді жақсы көремін. Бірақ алдында ұрысқан үшін ренжіп қалғаным бар.
болашақта мен өзімді осы маман көрем. Бастауыш пән мұғалімі маман ретінде өзімді көрем. Осы мамандықпен жұмыс жасаймын деп ойлаймын. Өзіме болашақтағы күшті, білімді, тәжірибелі Арайға сәлем. Енді апай ағалай группаластарға не айтасың? Менің группаластарым міне 30-ның мінезі 30 түрлі болса да, мен үшін кәдімгідей күшті қыздар. Ұрсамыз, қырыламыз, төбелесеміз, татуласамыз, жылаймыз. Сонда да маған өмірімде бірінші группаластарым болғаннан кейін қатты ұнайды. Ертең Құдай қалап универге түсіп жатсақ та, бұндай группаластар таба алам деп айта алмаймын мен. Себебі маған группаластарым кәдімгідей ыстық. Ұрсақ та, қырылсақ та, затымызды ұрласақ та, мен группаластарымның барлығын жақсы көрем. Давайте, бұл 22 мен сендерді жақсы көрем.